Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін креміне манго пюресі қосылған шоколадты рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет, қант қажет, және де сәл тұз қосамыз. Бәрін жақсылап миксерлейміз. Яғни көлемі ұлғайғанша жақсылап миксерлеуіміз қажет. Енді бөлек ыдысқа ұнымызды, какао ұнтағын және де разрыхлительді жақсылап араластырып алып, осы массаның үстіне салып, лопатканың көмегімен асықпай араластырамыз. Міне массамызды дайындап алдық. Енді пергамент қағаз төселген формамызға құйып, жақсылап тегістейміз. Жақсылап тегістеп жайып алғаннан кейін 180 градуста ысып тұрған пешке салып 20 минутқа пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті. Пештен алғаннан кейін міндетті түрде бірден дәл осылай орап қоюымыз қажет. Яғни формасын сақтау үшін. Міне бисквитіміз суыды, енді арасына крем саламыз. Крем өз еріктеріңізде. Мен кәдімгі көлінде жасап жүрген, қолданып жүрген кремге 1-2 қасық манго пюресін қостым. Кішкене түрі түсі өзгеру үшін және де сәл дәмін өзгерту мақсатында. Тіпті қоспасаңыздар да болады. Өз еріктеріңізде, және де арасына кез келген балғын жеміс-жидек салсаңыздар болады. Менде малина, яғни таңқурай салдым. Бәрін жақсылап салып болғаннан кейін әдемілеп орап холодильникке салып аламыз. Енді сыртын әсемдеу үшін бізге дәл осындай салфетка қажет болады. Ас үйде қолданатын салфеткамызды осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Және де рулетіміздің үстіне осылай тізіп шығамыз. Үстіне қант ұнтағын толығымен себеміз. Бұл енді рулеттің сыртын сәл ерекшелеу мақсатында әсемдеу үшін жасалған болатын. Дәл осылай істемесеңіздер де болады өз еріктеріңізде. Қант ұнтағын толық сеуіп болғаннан кейін салфеткамызды алып тастаймыз. Міне біздің креміне манго пюресі қосылған, арасына балғын жеміс-жидек салынған шоколадты рулетіміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, қолжетімді азық-түлікпен дайындалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арнамда бұдан да басқа рулеттердің түрлері және де пирогтардың рецепттері толық көрсетілген. Кіріп көрсеңіздер болады. Көп рахмет.